Сәлем YouTube каналымның тұрақты көрермендері, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Бүгін менде каналда жаңа видео. Бүгін біз каналда өзіміздің бақшамыздағы жемістерді, овощтарды, яғни көкөністерді көрсетемін. Бізде осылай қияр өсіріп жатырмыз. Өзіміздің бақшамызда, огородымызда. Мінекей қиярларды осылай ағашпен үйріп қойдық. Өздері өрмелеп кете береді. Міне бізде осынша қияр шықты. Бізде Шымкентте бәдірен деп айтады. Немесе огурцы деп айтады. Көбінесе бәдірен деп айтады. Міне осылай бізде бәдірендеріміз гүлдеп жатыр. Мінекей бәдірендерді қарасаңыздар, өзі өрмелеп пісіп жатыр. Бұл күйеуімнің жасаған туындысы дейін, өзі осылай ағаштарды қойып, байлап, барлығын асықпай өрмелетіп жатыр. Бұл огородқа күйеуім қарайды, жолдасым өзі суын салады, шөбін жұлады. Мен енді видеоға түсіру үшін осылай арасында бір теріп шыққаным болмаса, негізі барлық жұмыс жолдасымдікі. Неге қарасаңыздар, біздің бәдірендеріміз өте күшті болып салып тұрып пісіп жатыр. Негізі ауылда бір жақсы жері, осылай өсірсең, тегін аласың. Өзің тегін барлық нәрсе өзің өсіріп, қарап, баптап отырсаң. Неге біздің огородымыз, мына бетінде помидорлар, қызанақ деп айтады бір жақтарда. Неге әлі піспеді, бізде күн жылымай жатыр. Бір апта болып қалды. Күн салқын, оның үстіне жаңбыр да жауып кетті. Бұл жақта бізде қопынайлар. Қопынайды өзім екем, бірақ жолдасым қарайды, мене бір қопынай пісіп тұр. Қып-қызыл болып пісіп қалыпты. Бізде жаңадан егілгендіктен осы жылы қондырғамыз қопынайларды, сондықтан қопынайдың несі аз салуы. Бұл жақта бізде баклажандардың барлығын өзіміз көшеттен қондырдық, ұрықтан екпедік, көшеттен. Мынау бізде жаздық алма пісіп тұр. Бұл да негізі жасыл алма. Мынау баклажандар, болгарский перецы, ащы перецтер. Мінекей осыларды ектік. Бізде жер аз болғандықтан осынша ғана шықты. Қалғанның барлығы помидорлар әлі піспеді. Әлі осы айдың ортасына қарай пісіп қалады. Әлі уақыт бар. Ар жағында гүл. Мына жақта бізде алмалар. Бұл күздік алма. Күзге қарай піседі. Мінекей жап-жасыл болып түйіндеп пісіп тұр. Көбісі жерге түсіп қалған. Бізде огурцы, бәдірен деп айтамыз. Мінекей ауылда негізі жақсы барлығын өзіне егіп, қарап, күтіп баптасаң, өз үйіңнен де өсіруге болады. Мінекей біздің бақшамыз. Осындай бақша, огород. Мына жағында гүлдер. Мінекей бұл гүлдерде арасы шөп өсіп кетті. Ал бізде мына жақта үйде өріктер пісіп жатыр. Мысалы таулы жағында тұрғандықтан Шымкенттен бізде өріктер енді пісіп жатыр. Өрікті төбеде күйеуім қағып жатыр, жолдасым. Біз мына жақта қызым екеуміз жарысып, теріп жатырмыз. Негізі қатты пісіп тұрғандықтан жерге түскен кезде езіліп кетіп жатыр. Бірақ жегенге күшті, дәмі кіріп қалған, сап-сары болып пісіп тұр. Қызым екеуміз жарысып, теріп жүрміз.
Aruka. Aruka korkutsun. Son жоғары жағында тағы. Біреу көріп тұрмын мен ол жақта. Піспеген ол. Бізде жаңбыр қайтадан жауып жатыр. Қанша күн болды? 4 күн ба 5 күн болып қалды. Уже күн салқын, күн жел жаңбыр жауып жатыр. Осы өзіміздің видеомыз аяқталды. Соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға подписка жасауды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.